Бисмилля, қалдарыңыз қалай? Алтын көрермендерім, мен бүгін осындай оңай дайындалатын салат жасайтын боламын. Ол үшін біз огурцты жақсылап жуып алдым. Сосын жуып алғаннан кейін мен осылай сыртын осылай алдым, кішкене әдемі болсын деп. Енді осыны жұқалап турайсыздар осылай. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым және тез жасалатын салаттар. Осылай огурцты турап аласыздар. Бір огурцты барлығын осылай тураймын. Сыртын осылай алсаңыздар өте әдемі болып көрінеді. Ал енді осыны мен ыдысқа салатын боламын. Біз енді кезекте осындай суға піскен жұмыртқамызды саламыз. Мен 3 жұмыртқа қостым. Жұмыртқаны да осылай ұзынша етіп турайсыздар. Осы салат өте тез дайындалады, өте дәмі, өте жақсы. Менің көрермендерім, менің видеомды аяғына дейін қарап, лайк, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Енді кезекте мен жұмыртқаны салып жатырмын. Енді кезекте мен тауықтың етін суға пісіріп алдым. Осы тауықтың етін салатын боламын. Айта кететін жайт, осы салатымызға біз тұз қосуды ұмытпаймыз. Міндетті түрде тұз қосыңыздар. Салатымыздың дәмін келтіретін ол тұз, сондықтан кішкене тұз қосыңыздар. Енді кезекте мен осыны майонез құйып жақсылап араластыратын боламын. Жақсылап араластырып алғаннан кейін біз тәрелкеге орналастыратын боламыз.
Менің каналымда осындай әртүрлі салаттардың рецептілері бар. Менің каналыма өтіп, осындай рецептілерді, оңай дайындалатын рецептілерді көре аласыздар. Тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді мен осыны әдемі етіп тәрелкеге орналастыратын боламын. Үйіңізге қонағыңыз келсе, осындай салатты жасап қойсаңыз болады. Дастарханымыздың сәнін ашатын салаттардың бір түрі. Өте қарапайым, жасалу жолы да өте оңай, тез дайындалатын салат. Ал енді мен піриімді салатын боламын. Мен піриді майға қуырып алдым. Мен бір картопты жақсылап жуып алып, соны бір-екі рет жуып, сосын кептіріп, содан кейін барып қысып тұрған майға қуырып алдым піриді. Ал осындай салат шықты. Әдемі болып шықты салатымыз. Сіздер де міндетті түрде осындай салат жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлжайнар. Сау болыңыздар, келесі видеода